Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Бүгін сіздермен Индира, мен сіздермен айран мен сүттің пайдасы жайлы айтатын боламын. Әуелі менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сүт сиыр малынан, ешкі малынан алынады. Ешкі малынан сауылған сүт емге ішіледі. Көбінесе халық сиыр сүтін тұтынады. Сүтпен түрлі тағамдық түрлері жасалады. Сүтті пісіріп бірінші айран ұйытады, айранды пісіріп май алады. Кейін айранын қайнатып құрт қалтаға құйып, сары суы ағып кеткен соң құрт жасаймыз. Тіпті йогурт, ірімшік жасаймыз. Түрлі тағамдық әдістерге қосады. Торт, конфет жасауға тіпті қамыр елесеңіз де сүт қосамыз. Жалпылап айтқанда ағарған дейді дана халқымыз. Тіпті диета кезінде қолданады. Жатар алдын 150 грамм ішіп алсаңыз, миыңыз тынығып, тыныш ұйықтауға септігін тигізеді. Айран сүті қай кезде ішуге болмайды? Дәрі-дәрмек ішіп болған соң ішуге болмайды. Себебі ішкен дәрінің күшін жойып жібереді. Дәрі қабылдап болған соң 1,5 немесе 2 сағаттан соң ішіңіз. Ағарған айран құрамында кальций бар, сүйекті қатайтуға көмегін тигізеді. Тіпті удың да күшін жояды. Сүт адам бойына күш-қуат береді. Өте шипалы сусын. Сүттен жасалатын тағамдарды құнары мол. Адам өмірі мен денсаулығы үшін сүттің орны зор екенін көрсетеді. Ақты төкпе, ақты аттама, ақты ысыраптама. Малдың желіне кетеді. Көш алдынан ақ алып шығу, үйге кірген жыланның басынан ақ құйып шығару, үйге келген қонақ ақтан дәм тигізу. Халық дәстүрінде бұл бұлжымас заң белгіленген, жөн жоралғы болған. Айран сүттің құрамында не бар? Сүтті құрамында су 87,5%, сүт қанты 4,7%, май 3,9%, ақуыздар 3,3%, минералды заттар 7%, витаминдер мен ферменттер бар. Мал сүтінің құрамындағы ақуыздар альбумин, жас организмнің өсуі, глобулин иммунитеттің қалыптасуы үшін қажет. Сүттің минералдық құрамы, микроэлементтер кальций, фосфор, натрий, калий, күкірт, хлор, магний, тағы басқа микроэлементтерден цинк, мыс, темір, күміс тағы басқа тұрады. Сондай-ақ ферменттер, гормондар, иммунды денелер газдарда кездеседі. Сүттің құрамындағы вегетативті микробты, оның ішінде фотогендік түрін жою үшін пастерлеу түрін қолданады. Айранның құрамында пайдалы дәрумендер мен қатар калий мен кальций бар. Бұлардың қандай рөл атқаратынын білеміз. Д дәрумені пайда болады. Сүйектің беріктігін қатайтып, бұлшықеттерді нығайтады. Бұл аз десеңіз асқазан ішегі ауруларын емдеп жазады. Көздің көру қызметін атқарады. Ал А дәрумені тері қабынуының жұмсақ әрі әдемі болуына жағдай жасайды. Ал фосфор түрлі инфекциялардың алдын алып, жұқпалы дерттерден сақтайды. Айран диетологтың кеңес беретін ас мәзірі. Құрамы күрделі болғанымен семіздікке алып келмейді. Себебі ағзаға түскен айран өзге тамақтарды қорытуға белсенді. Айран ұйқысыздықтың алдын алады, жүйке жүйесін емдейді. Тіпті операция, ота жасалған адамға да ішкізеді. Себебі ағзаның тез жазылуына әкеледі. Қыз-келіншектер айранды маска ретінде пайдаланады. 15 минуттан кейін жуып тастау күніне әжімнің түспеуіне көмегі зор. Көптеген салаларда дәрі ретінде қолданылатын айранның пайдасы өте көп. Сүт және темекінің зиянды әсерін және С дәрумені жетіспеушілігін жоятын ең маңызды тағам жүрек, кәрілік, холестерин және катаракта аурулары үшін өте жақсы дәрі. Айранның сары суы да өте құнарлы келеді. Асқазанға ешқандай салмақ түсірмейді. Созылмалы диарея, дизентерия, шиелдену
астың қорытылмау салдарынан болатын ауыз иісі, іш қату және асқазан қанаулары секілді ауруларға қарсы емдік қасиеттері бар. Ас қорыту жүйесін реттейді, жара және күйікті емдейді, көз үшін А витамині бар, жетілу үшін Е витамині бар, антибиотиктің қосалқы әсерлерін жояды, жүйке және жүрек үшін қажетті витаминдері бар. Іш өту ішек ауруларын емдейді. Терінің жақсаруы үшін В2 витамині бар. Құрамындағы ақуыз адамның күшін арттырады. Сүйектің жетілуі үшін Д витамині бар. Ішек улануларын сақтайды. Ішекті жақсы қызмет істеуін қамтамасыз етеді. Ауруларға қарсы емдік қасиеттері бар. Минерал ретінде кальций мол, әртүрлі ауруларды сақтайды. Жоғарыда айта кеткендей, айран мен сүттің пайдасы өте мол, витаминге бай. Қазіргі уақытта айран табу қиын әрі қымбат. Достар, менің видеом ұнаған болса, қоңырауша белгісін все деп басып, маған жазылуды ұмытпаңыздар достар. Келесіде кездескенше мен сіздермен қоштаспаймын. Сау болыңыз.